Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Сабағымыздың тақырыбы жаңа астана, жаңа қоғам. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Ал енді алдарыңызға берілген суреттерге назар аударайық. Және де поэмадан үзінді тыңдаңыздар. Ақмола кеше ғана басқа қала, айналды бәйтеректі астанаға, емреніп өз анасы емізбесе, сәбиге шайнап берген ас бола ма? Бақытым басымда тұр талай күткен, сеземін келмегенін оңайлықпен, үзіле жаздап еді өндіршегім, өзекке тепкілеген өгейліктен. Көңілге сәуле құяр сарай нұры, астана, ел тірегі, ел айбыны, кемері шалқып жатқан Қазақстан, мұхиттың ала сырған көк айдыны. Енді алдарыңызда берілген суретпен осы ақын шығармасындағы Ақмола мен Астана бейнесі қалай суреттелген? Берілген фото мен поэмадағы қала бейнесін салыстырыңыз. Келесі тапсырмамызды тыңдайық. Мәңгілік ел бейнесі аспандаған бәйтерек тақырыбында эссе жазыңыз. Эсседе ұрпақтар арасындағы байланысқа, шығарманың жаңашылдығына өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Эссе жұмысын жазарда мына бір шумақты жақсылап тыңдап алсаңыздар деймін. Күтіп тұр салтанатты көштің алдын, қолында Ақмоланың ақ домбыра, ордедің, асау едің, арқан еткен, төсіңде не бір бағлан дархан өткен, Ақмола осы еді ғой Кенесары, бөрінің бекінісін талқан еткен. Айналдым әруағыңнан, еркен екем, Тәңірі тілегіңді берген екен. Эссе жазарда сіздер Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасының 9-шы тарауын жақсылап оқып шығуларыңызға кеңес беремін. Тапсырмаларды орындап болсақ, бүгін не үйрендің? Сабақ бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? 1-2 сөйлеммен жазып, тапсырмаларды дәптерге орындап, фотосын Classroom бағдарламасымен немесе WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Сау болыңыздар.